Ұлттық құндылықтарды дәріптеп, жастарға халқымыздың салт-дәстүрін таныстыруды мақсат еткен шара жаңа жылға ізгі ниетпен деп аталды. Кездесуге қатысушылар амал мерекесінің тарихы мен маңызы туралы танысып, ежелден көршілік пен өзара құрметтің белгісі саналған көрісу дәстүрі мен құттықтау салттары жайында мағлұмат алды. Қонақтар үшін танымдық бағдарлама, ұлттық ойындар мен тақырыптық тапсырмалар ұйымдастырылды. Баубек Оқышев атындағы орталық кітапхананың ұйымдастыруымен жаңа жылға ізгі ниетпен атты көрісу амал мерекесіне арналған іс-шара өтті. Бұл мерекенің басты мақсаты қазақ халқының бай салт-дәстүрін насихаттау, ұрпақтар сабақтастығын дәріптеу. Іс-шара барысында қатысушылар қазақтың көрісу дәстүрімен танысып, ұлттық ойындар ойнатып, әндер айтылып, бір-біріне деген ізгі тілектерін жеткізді. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, деніміз сау болсын. Сонымен қатар іс-шара аясында арнайы тақырыптық кітап көрмесі ұйымдастырылды. Онда қазақ халқының ұлттық мәдениеті, тарихы мен салт-дәстүріне арналған басылымдар ұсынылды. Кітапхана қызметкерлерінің айтуынша, мұндай кездесулер жастардың ұрпақтар сабақтастығын сезініп, ұлттық құндылықтардың мәнін түсінуге ықпал етеді. Наурыз мерекеміз құтты болсын. Амал мерекесі тек жақсылықпен келсін. Көрісу күні құтты болсын. Наурыз тек қана құт берекесімен келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.